Жүрегерге сезіммен сахнаға келген кезімнен қошеметтеп мені қолдадың бәрекелді деген тәтті сөзіңмен елім сені артық көрем өзімнен адал баға берген әніме алғысым көп жас пен кәріңе жүзіңді көруге ән салып беруге келіп тұрмын бәріңе жүзіңді көруге ән салып беруге келіп тұрмын бәріңе теңіз болсаң мен бір тамшымын қуанышқа ғана жаршымын ақ батаңның қабыл болғаны менің бүгін алып жатқан бар шыңым шын қорғаны тыңдарманы әншінің адал баға берген әніме алғысым көп жас пен кәріңе жүзіңді көруге ән салып беруге келіп тұрмын бәріңе жүзіңді көруге ән салып беруге келіп тұрмын бәріңе алтын тағым төрім кең далам бағыңды тілеген мен балаң бір ән салсам 100 күн қол соғып қуат беріп жүресің ғой сен маған сақтасыншы қазақ деген ел аман адал баға берген әніме алғысым көп жас пен кәріңе жүзіңді көруге ән салып беруге келіп тұрмын бәріңе адал баға берген әніме алғысым көп жас пен кәріңе жүзіңді көруге ән салып беруге келіп тұрмын бәріңе жүзіңді көруге ән салып беруге келіп тұрмын бәріңе келіп тұрмын бәріңе Қалайын алып жүрсің? Қазір ана палау таратып, палаумен бірге алдын керетті палаудан алдым. Кішкентай бір ұстайды деген
Berip qo'ydim, qamitba жаңа. Berip qo'ydim. Qaytan berib qo'ygan. Yo'qda qaytan. Öz altına götürse men adım turayın deb aytdı. Ol ne sonda deb. Endi balam sal sabırım tuttu dedim. Ya hatırladın mı? Alt. Gözü avarayı жақсы болмады ма? Алып қалдың бір тамақ мақтар толғамыз жауыз. Әсіл беп. Ай, білер деген олар. Кесілген болуы кесілген. Baby,
Үйде аттарын байлау үшін. Қазақтың салты менен түсіп жатқан келіннің қадамы құтты болсын деп, әдемілеп бір келінді бетін ашып алайық енді. Сәл бері жақындаңыздар ортаға әдемілеп. Жақындап тұрса, құрдастар қалым, асандар бер жақындаңыздар ау. Сәл сол ортаға жақындаңыздар. Мына бос столдардан болса алып келмері жақындатып отырсыздар аталарда. Жақындалы беташар көрсін. Бүгінмен үлкен Мәжид ағамыздың үйінде керемет армалды алғашқы келін түсіп, қуанышқа бөленіп, үйрек ұшып қазы болып, ақ күші мәз болып, қуанып жатқан жағдай бір ағайын. Жақындап. Дайын болсаған жақсынып бір қошеме тұрып бір келінді алдырайық ортаға. Міне бүгінгі көлет күшен үлкен. Міне батыр жайдағы елінде міне бүгін үлкен міне біздің батыр еліне керемет келін түсіп жатыр ағайын. Қуанып жатырмыз, өрісіміз кеңейіп, қоңысымыз көбейіп жатқан жағдайы бар. Мына жеңгелер, апалар бір шапалақ ұрып қошеметтеп отырыңыздар сәлсақ келіндерден біле, шапалақ ұрып отырыңыздар сәлсақ. Барлығы ұялып өз той болмағалы біраз боқпағын әулетте. Барлығы толқып бір шама. Қалыпқа келемей тұрмыз міне. Бір-екі. Мына оқтауды ұстайтын жігіттер дайындап қойыңыздар. Ай бәрекелді. Ал енді же Мәжид атама келін құтты болсын деп бір қошеметтеп қол соғып қойыңыздар, құрметті ағайындар, той құтты болсын. Ай бәрекелді. Ал ассалаумағалейкум, жайнаған ел, бұлбұлы сайрап, жез таңдай әншілері сайраған ел,
Қазағымның сарқылмасын қазынасы, қызға қазанда қайнаған ел. Құдайы қонаққа да шапан жауып, жетегіне бір атты байлаған ел. Кез келгені думан той, шырқабанге салайық. Ассалаумағалейкум деп сәлем бердік ағайын. Той құтты болсын деп тағы бір қошеметтеп қойыңыздар ендеше. Ай бәрекелді, сәлемнің сәтіменен шапалақ нұры шашылады, Алланың ақ жолда сәлемменен басталады. Ал ассалаумағалейкум туғандар, жақсылық жолын қуғандар, ал енді бізді тыңдаңдар. Дүбірге толы далаң бар, дүрмекке толы қалаң бар. Барлық туған туысқан құда жекжатын жиып алып той берген мәжді менің атам бар. Алаштың 6 аймағы, қазақтың нағыз қаймағы, үзілмейтін қонағы, 9 жолдың торабы. Армысың елім ардағым, сәлемімді тек сіздерге ғана арнадым. Мінекей Зейнепте апамыз той берді, батырып балға бармағын. Біздің алтындай жеңгелеріміз шауып жүргой толтырып дастарханға жан-жағын. Ел сүйсініп қарасын, жұлдыздарың жарасын. Орындалсын арманың, бастарыңа бақ қонып, баршаңызға нұры жаусын, Алланың ағайын деп тағы бір қол соқ қойыңыздар ендеше. Ал ендеше құрметті ағайындар, мінекей келіннің орамалдың ар жағында тұрған келіннің құлағына алтын сырға дейміз. Келінге арнайы өсиет айтамыз. Осы өсиетті жақсылап тыңдап алсаңыз жаман болмайсыз. Ал келген құрметті қонақтар, қошеметтеп қол соғып отырыңыздар ендеше. Ал ағайын, бір кәдең ау шырайын, бетін ашып келіннің түрімдігін алайын. Бетіңді келін ашқаным, жаңа жұртқай қосқаным, жас үлкенді сыйлап жүр, құрмет қылып жатқаным. Келін келдай туғандары, ағайын бауыр ұландар, ата-анасын қуантып, көрімдігін сұрандар. Той күндегі ашылсын, құрт бауырсақ шашылсын, бір-біріне мынау жұрт көрімдігін асырсын. Асылы сөздай үрейін, көмекейден төгейін, бүгінгі түскен келіннің бетін ашып берейін. Әдеп сақтап тұрыңдар, шуылдамай ұл-қыздар, ата-анадан жалғасқан салтанатты жырым бар. Ел ардақтап сыйлыны, көңіліңе түйміні, басқа ауылдың бір қызын, бұл ауылдың сүйділі. Айналайын жас келін, көңіліңе түйміні, қызға келін бұл ұқақ, бұл даланың бұйрығы. Бұзылар деп сымбаттым, секен қақпа келіншек, сәбиіңдай жылатып, сүттен қақпа келіншек. Бала санын екеуден, шектей көрме келіншек, ассадағы жетеуден, көптей көрме келіншек. Әуел бастан бастайын, асықпайын, саспайын, ағайын мен туысты таныстырып тастайын. Халқыңа әлем дана бер, алғыс елден ала бер, атын атап кетейін, келін сәлем сала бер. Өтсе де жыл ғасырым, ешкім ғұмыр болмайды, әуелі сәлем ете ғой, әруақтар сен ай қолдайды. Қолда барда тартынба, жұма сайын барыңдас, өлі риза болмаса, тіреш қашан байымас. Аталардың батасы ұрпағына жарап тұр, әруақтарға бір сәлем, төбеден анау қарап тұр. Ай бәрекелді, мінекей кеше ғана дүниеден өткен Садыр атамыздың рухына және де Рахима әпкеміздің рухына айналайын келінжан елік тұрып жұп сәлем болсын кәнекей. Ал құрметті ағайындар, бет-ашарымыз бастаса, қошеметтеп отырыңыздар. Есі шып. Ақсақалды көргенде қолын барып аламыз, ал келін жан екеулеп қарияға сәлем саламыз. Аталар біздің төрде тұр, құтты болсын тойын деп, ақ батасын берудей. Аталарға бір сәлем, аталарға бір сәлем.
Ай бәрекелді, тереңнен той жайында толғасам, біреу үшін мансап емес олдаса, қай ауылда болар еді қасиет қариялы қазынасы болмаса дейді. О ағайын ынтымақтан бөлінбе, той болған соң шаттанып бір күлімде. Нар тұлғалы аталар бар ортада, ел ағасы атанып жүр бүгінде десек, мінекей Кенжалы атамыз бастаған. Әбдіоқап атамыз, Әбдісерік атамыз келсеңіздер, Талғат Сапарбек, Сансызбай атамыз, және де Зәкір Мүтәліп атамыз, және де Әшірәлі атамыз, Әбдіғаппар аталарымыз, және де есімі аталмай қалған жалпы аталардың құрметіне ал айналайын келін елеп тұрып. Жүп сәлем болсын. Ал аталарға қауымы келіңіздер, аталарға бір қошеметтеп қойыңыздар кәне. Ізімен жүрсең апаның, оншақты ұлды табасың, сиырларды сауасың, супер келін боласың. Ақ жаулыға желбіреп, оларда келді ел жерлеп, атанасын жүріп ап, апаларға бір сәлем, әжелерге жоқ сәлем. Ай бәрекелді, мінеке, әлемде кім күшті десе, әрине ана күшті, не бір патша данагөй ананың сүтін ішті. Ананың ақ сүтіменен гүлденер жердің үсті дейді. Аналар биік төрденсіңдер, ерлер жетпеген жерлерге жеткенсіңдер. Аналардан пайғамбар туымағанымен, пайғамбарымды тудырып бергенсіздер. Аналардың есімі шежіреге жазылмағанымен, шежірені тарат бергенсіздер дейді. Мінеке бүгінгі беташарымызға, қуанышымызға ортақ болып келіп отырған жалпы апаларға қауымы, әжелер қауымы, Әтір апамыз бастаған, Гүлбахрам апамыз, Нағима апамыз келсеңіздер, және де Жамал апамыз, Көркемай, Гүлжан атты кереметтей жалпы аты аталған аталмай қалған апалар қауымы, әжелер қауымына ал айналайын келін елеп тұрып жұп сәлем болсын. Жалпы апалар, әжелер қауымы келіңіздер. Ал қошеметтеп қойыңыздар, құрметті ағайындар. Жүректері жарылай, келінім менің келді деп, бір кетігім толды деп, бақытыңды ойлаған, қызығына тоймаған, екі адам бар атанаң, ат-теніңе бір сәлем, ат-теніңе жоқ сәлем. Ай бәрекелді, мінекей бүгінде келінді болып жатқан Мәжд атты атасы, бәрінен де баталы, бәрінен де жоталы, сен келді деп келінжан ортадағы мына табаққа 5-10 мың теңгесін салады деп Мәжд атты атасына айналайын келінжан иіліп тұрып арнайы жоп сәлем болсын кенеке. Қошеметті қол соғып қойыңыздар, Мәжд атам құтты болсын деп. Ай бәрекелді. Ал келесі, әне тұр ғой қайын енесі, кімді жаман десеңде енеңді жаман демеші. Енелер ваще хороший, енелер ваще молодцы. Оның аты Зейнеп сенің маман ғой, Зейнеп сенің анан ғой, ол да сенің панан ғой. Шай ғой десе келінжан 120 мен бара ғой. Зейнеп атты еніңе иіліп тұрып, бір емес иіліп тұрып, екі емес иіліп тұрып, 3 сәлеміңді сала ғой деп Зейнеп. Кәнеке Зейнеп апа, енесі келіңіз, арнайы 3 сәлем. Қайда? Қошеметті қол соғып қойыңыздар кәнеке, келін құтты болсын деп. Есі. Мағашың келді төріңе, біреуге сәлем бермей, Алла жазып маңдайға, нағашың болды сеніңдей. Ал нағашай, жақсы күнге жарашай, әрбір елдің ұрысай, нағашыға бір сәлем, нағашыға жоқ сәлем. Бәрекелді мінекей, тау тұлғалы, нар тұлғалы кереметтей түп нағашылар атап айтсақ Ізбасар, және де Макира бастаған Бақыт Гүлмира, және де сүт нағашылар Рахима апа, Мұхаббат Роза, және де
Мара дейді, және де еркін атты кереметті нағашылар қауымына ал айналайын келін еліп тұрып, жоп сәлем болсын. Ал нағашылар қауымы келіңіздер, көрімдігін беріңіздер. Келіңіздер, қошеметтеп қойыңыздар, жалпы аталған аталмай қалған нағашылар қауымы. Есі! Тойға келген әпкелер, ырыс бақыт әпкелер, пайғамбарлар сыйлаған, қайда екен жезделер, жанасы расыл жақыннан, аямайдың ақылын, әпке менің қаншайым, қаншайым, әпкелерге бір сәлем, жезделерге жоқ сәлем. Бәрекелді мінеке жалпы әпкелер менен бақкелер, әпке менің қаншайым, жезде менің батырым десек, мінеке бүгінгі тойға қуанышқа ортақ болып келіп отырған Рахия әпкесі бастаған, және де Сұлушаш Әлімхан жездеміз менен Әкімхан менен Гүлшира дейді, Қасым Назира, және де Нұрлан Рабиға, Ержан Разия дейді, Нұрша Манабатты жалпы әпкелер, жезделер қауымы келсеңіздер, және де Бажа балдыздары Орынбай Мария дейді, Бертай Сания, Жандар Индира, Қанат Елмира атты жалпы Бажа балдыздары келсеңіздер, әпке жезделер келсеңіздер. Ал жалпы әпкелер жезделердің құрметіне, Бажа балдыздардың құрметіне ал айналайын келін еліп тұрып, жоп сәлемден болсын кәнеке, қошеметтеп қойыңыздар. Жиен келді қуанып, жүзіне жуақ нұр алып, ал жиендер байыңдар, бақ береге құралып, ал бөлелер тұрмайық, әнге дейік жырлайық, көріндігін қолғалып, жиендерге бір сәлем, бөлелерге бір сәлем. Ай бәрекелді, бүгінде мінеке қуанышымызға ортақ болып келіп отырған жалпы жиендер бөлелер қауымы, Қылышбек жиеніміз бастаған Зулфия, және де Есімбек Айгүл, Гүлмира, Құрманғазы Гүлбану дейді, Димаш Гүлнұр, Бекен Ерлан Қанат Оралбек атты жалпы жиендер бөлелер қауымы келсеңіздер, көрімдігін берсеңіздер. Ал айналайын келін жалпы жиендер менен бөлелердің қауымына иіліп тұрып, жұп сәлем болсын кәнеке. Келіңіздер жиендер бөлелер қауымы. Бәрекелді мінеке Зейірхан атты құдағиымызға арнайы жұп сәлем болсын. Кәнеке Зейірхан құдағиымызға арнайы жұп сәлеміңізді сала қойыңыз. Ал жиендер бөлелер келіңіздер. Думан болса шайнаған, келіп отыр қайнаған, жақсылықтың ойлаған, қазаны адалы қайнаған, өздері сондай жайдарай, өздері сондай ақ көңіл, баршаңызға тілеймін, қайнағаларға бір сәлем, қайнағаларға жоқ сәлем. Бәрекелді мінеке жалпы бүгінгі келіміздің өз қайнағалары Ғабит қайнағасы бастаған, Асқар қайнағасы, және де Қалқын қайнағасы келсеңіздер. Жұмабек, Марат, Шинәлі, Батырбек, Қайрат келсеңіздер. Ержігіт, Айбек, Хамид, Сәкен, Тәжібай, Нұртай, Сүндет, Бектай, Айбек, және де Бағлан атты жалпы қайнағалар қауымы келсеңіздер. Және де абысын жеңгелері Ақмарал, Маржан, Мадина, және де Ақмарал, Дана, Гүлмира, Айнұр, Арай, Перизат, Ләззат, Ұлбосын, Жанат, Гүлнұр, және де Перизат атты жалпы есімі аталған, аталмай қалған қайнағалар болса келсеңіздер, абысындар болса келсеңіздер. Ал қайнағалардың, абысын жеңгелердің құрметіне ал айналайын келжан еліп тұрып, жұп сәлем болсын кәнеке.
жақсылықты ойлаған, қазаны адалы қайнаған, өздері сондай жайдар ей, өздері сондай ақ көңіл, баршаңызға тілеймін, тілеймін. Қайнағаларға бір сәлем, қайнаталарға бір сәлем. Ай, бәрекелді, мінекей Мәж атамыздың жалпы құрдастары, достары, Құдияр ағамыз менен Ғалымжан жеңгеміз бастаған Жібек Шынар дейді. Келсеңіздер, Құрманғазы Гүлайша, Бақыт Айгүл, және де Елікбай Ділбар, Нұрмахан Зейнеп, Ғалымбек Айгүл, Нұрсәлі Айгүл атты жалпы Мәж атамыздың құрдастары. Жалпы аты аталған, аталмай қалған Мәж атамның құрдастарының құрметіне айналайын келін еліп тұрып. Жұп сәлем болсын Сәбит ағамызға. Нұрлан атты. Нұрланы сағаны қарайтын, қайындарың қаншамай, сырласым деп сыйлайтын, қайсыңлерің осындай. Олың жүзі күлімдеп, осы менің жеңгемдеп, көздерінен нұр тамып, қайындарға бір сәлем, қайсыңлерге жоқ сәлем. Ай, бәрекелді, бүгінгі түсіп отырған келіміздің жалпы қайындары, қайынсіңлері, Оразбай қайнысы бастаған, Нұрсапар қайнысы, Мұхаммед, Бақтияр, Бағдаулет, Бейбіт, Ахмет, Нұрбақыт қайнысы, Нұрдаулет және де Жасұлан, Самат, Тимур атты қайындардың құрметіне жұп сәлем болсын, және де қайынсіңлері Хадиша, Әмина, Айша, Ақбота, Жәмиля, Гүлсезім атты кереметтей қайындар менен қайынсіңлердің құрметіне ал арнайы жұп сәлем болсын. Келіңіздер. Жаны келін жан, ашық болсын аспаным, сен келді деп қуанып, келді міне достарым. Дос бар жерде батырмын, дос бар жерде ақынмын, жастық шақта бір жүрген, құрдастарға бір сәлем, құрдастарға жоқ сәлем. Ай, бәрекелді, мінекей құрметті ағайындар, бүгінгі сапардың жалпы тайқұлындай кепсіп өскен достары, құрдастары Абон Бекзат бастаған, және де Әділғазы, Әділет, Кенжебек, Нұрбол, Айбек, Сырым, Еркебұлан, Нұрсұлтан, Нұрдаулет, Дидар, Дархан, Жасұлан, Нұрлан, Құлажан, Төлебей, Бағдат, Санжар, Ердаулет, және де Нұрсұлу, Нұрсәлі дейді, Айгүл, Бауыржан. Қалғандар ма? Бәрекелді, жалпы сапардың достары, құрдастарының құрметіне ал айналайын келін еліп тұрып. Жұп сәлем болсын кәнеке. Бәрекелді. Шешіп беріңіз, сенше. Бәрекелді, құрметті ағайындарына, оқтауды ұстаған жігіт бір аптадан кейін еленеді дейді енді. Құдай қаласа, бір аптадан кейін емес, ер жеткен кезде осы Сапар ағасының жолын қуып, Құдай қаласа, келін сүре берсін деген ниетпенен осы орамалды кішкентай оқтау ұстаған жігітке біріміз маман апаттыр сақтап қойсын сандыққа, иә? Бәрекелді, рахмет қызметіңізге. Ал енді құрметті ағайындар, Батыс Қазақстан облыстарында келіннің орамалының ұшына оқтау емес шыбық байлайды деген. Шыбық байлағының себебі бұна түскен келініміз тал шыбықтай иіліп тұрсын деген ұрымменен шыбық байлайды екен. Ал бізде оңтүстік Қазақстан облысында оқтау байлаймыз. Бұл оқтау байлағының себебі түскен келініміздің қолынан оқтау түспесін, малды болсын, нанды болсын, дастарханы кеңге жайылсын деген ұрымменен оқтау байлайды екенбіз. Ал енді осы оқтауды арнайы енесі ашама келіннің бетін. Енді келіндің бетін кім ашса соған сол ыстық көрінеді дейді. Енді енесі келсеңіз. Әжесі бар ма?
Жеңшем енді бірінші келді ғой, енді бәрекелді енді мінекей бас істемей жүр ғой жеңшем. Келіңіз, бетін ашыңыз апа. Бүгінгі түсіп отырған келіннің бетін ашыңыз, ел көрсін, жер көрсін, кәнекей келіңіздер. Келіңіз апа, келініңіздің бетін ашып, маңдайынан иіскеп, таңдайынан түкіріп қойыңыз. Ерінен сүймеңіз, ерінің өзінің егесі бар дейді. Бәрекелді. Бетін ашып қойыңыз, бетін ашып қойыңыз. Шамалы ашып қойсаңыз. Ай, бәрекелді. Мына келініңіздің қабағынан ай керілген, аумайды абай сүйген айгерімнен. Сапардың жүрегін дүр өткізген бұл келініңіздің қыз жібектен қай жергем деп нағыз қазақ қыздарының қаймағы десек те болады шіркін. Ал енді Зейнеп жеңше, мына оқтауды келініңіздің қолына табыстаңыз. Құдай қаласа осынша жыл бойы ұстаған оқтауыңызды оң қолыңызбенен келінге табыстаңыз. Құдай қаласа келініңіздің қолынан оқтауы түспесін деген ниеттеміз. Ал мына құрметті ағайындар, мына шалақын айтқан екен, мына алған келінің жақсы болса үйіңе қонақ келгісі келеді дейді, келген қонақ жатқысы келеді дейді. Мына алған келінің жаман болса келген қонақ кеткісі келеді, шай құй десең төккісі келеді, төкпей құй десең сөккісі келеді дейді. Мінекей Құдайдың өзі қолдаған Найман елінің қыз жібегін, мінекей Батыр Жайдақ елінің төлеген кеше ғана алып келіп отырған жағдайы бар. Мінекей Құдай қаласа бірі домалаған анадай ана болсын, Құдай қаласа бірі Құнанбайдай әке болсын, Абай атамыздай дана болсын деп, осы Сапар бауырымыздың үйленбеген достар болса, Сапар менен қосылып бірге бажа болсын деп қояқта бір қошеметтеп қосылып. Ал енді осындағы жалпы есімі аталған, аталмай қалған ағайындардың құрметіне айналайын келін иіліп тұрып бір сәлем сап қойсаңыз. Ай, бәрекелді. Енді бұдан кейін құрдастарға енді сәлем салмайды ғой. Осы сәт пайдалана отырып құрдастарға да бір сәлем салып қойсаңыз кәнекей. Ай, бәрекелді. Қошемет ұрып отқандарға бір сәлем салып қойсаңыз. Шабыла ұрмай отқандарға тағы бір сәлем салып қойсаңыз. Ай, бәрекелді. Киізе салыңыз. Бәрекелді. Енді мына құрметті ағайындар, мына буыны қатпаған жастарға бата менен буынын қатайтып алға деген өмірлерін оздырып беретін мінекей ауылымыздың ауыз дуалы ақсақал аталарымыз сүбелі сөзді салмақтап, атамыз сөзді алдақтап, екі жасқа жақсылап тұрып бата берсеңіз Кенжал ата. Келіңіз. Ырзасыңдар ма, сендерге түсті ғой? Рахмет сөзіңіз. Amin. Құдайым жарылға. Amin desem mine bata, qoldasın Kıdır ata. Kıdırın kıyalasın, bakıt kusu basına uyalasın. Aydan aman, yıldan esen saktasın. Övülü tanırım qoldasın, eş yamanlık olmasın. Ketpes devlet, kengpel niyet versin. Baslarına amanlık, demlerine sağlık versin. Bak karasın, kıdırdarsın. Tileklerin kabul bop, közünge jaz, kolunge kaygı saldırmasın. Batırdın hayratın versin, baydın devletin versin. O Tanrım bas versin, ömrü zık jas versin. Dastarkanın bol olup tausılmaz as versin. Bayterekte birli bol, peygamberday nurlu bol. Asfalınız aşık olsun, bereketiniz kaşık olsun. Osa durgan Kuda jejizlikten kişi bärinize uzak olun nasip olsun. Kelgen kelinin kadamı kutlu. Osa tonda ösü bölüp, baktı olsun. Amin. Allahu akbar. Amin ата, мінекей орамал том болмайды жол болады дейді. Құдай қаласа бата тілек ниеттеріңіз қабыл болсын, мұратыңыз асыл болсын. Беліңізден қуат, басыңыздан шуақ кетпесін дейміз. Ал енді мына қызметтегі жеңгелер келінді адыраспанда баластап мінекей үйге оң аяқпенен қадамменен ішке алып кірсеңіздер. Ал айналайын келін, белді бекен буа бер, атаңның енеңнің жолын қуа бер. Жыл сайын егіз қыздан егіз ұлдан туа бер дейміз. Үстіңдегі әртіс көйлегіңді шешті, үстіңе іспес одеждаңды киді, ыдыс-аяқ сай жақта барда жуа бер дейміз. Келін алып кіріңіздер ішке, ал келініміз үйге, ағайындар биге деп қойайын да. Ал маэстромызға бір музыкадан жіберіп қойыңыз кәнеке. Алғыштады. Келіңіздер, адыраспанда баластап қазақтың салт дәстүріменен оң қадамменен ішке алып кіріңіздер. Келінді. Ал ағайындарға ортаға биге келіңіздер. Жеңгелеріне құрдастар билесін әдемелі.
Mengen kurdaşlarımın kaynat jayınat. Berekelle mena bugünümüzün atalara atalara. Көңілдірек. Көріп сені мен маттым күлім. Ерекшесің елден айдай сол көркем. Аппақ гүлді көйлек киген ерекем. Көңілдірек. Ақ көйлекті бір сұлуды сүйдім. Жасың 25-те уақыт келді емес пе? Бәрі қашан үйленесің дейді. Ақ көйлегім бар дейсің, оны неге кимейсің? Аппақ көйлек киіп алып сен назарын әлемейсің. Сүйген жаным бар дейсің, онымен неге жүрмейсің? Алдамашы ерекең басың, бұл сөздеріңе сенбеймін. Көңілдіректа. Жібер мені көңілдіректа. Айнат. Қима жүріп бойдақ болашақты, құралайды сұлу қызды таптым. Қалықтары тәтті, кезіктірдім сәтті, мен іздеген махаббатты таптым. Күнде киіп көйлектердің түрін, қызыл жасыл жайнап жүрсің гүлім. Ұмытқам себеп ақ көйлегің бөлек, кездесуге кешкі бүгін. Ақ көйлегің бар дейсің, оны неге кимейсің? Аппақ көйлек киіп алып сен назарын әлемейсің. Сүйген жаным бар дейсің, онымен неге жүрмейсің? Алдамашы ерекең басың, бұл сөздеріңе сенбеймін. Шын махаббат сұрамай, жүрегімді ұрлап. Жібер көңілдіректа. Қарай берем ғашық болдым мен көздеріңе құралай. Шын махаббат сұрамай, жүрегімді ұрладай. Қарай берем ғашық болдым мен көздеріңе құралай. Көйлегім бар дейсің, оны неге кимейсің? Аппақ көйлек киіп алып сен назарын әлемейсің. Сүйген жаным бар дейсің, онымен неге жүрмейсің? Алдамашы ерекең басың, бұл сөздеріңе сенбеймін. Құданың кейбін келдіріп, жастарын бақыт тілеп келген. Билет ойнап, ясынап.
Рахмет, рахмет. Қош келдіңіздер. Шегірейге мына көп билей берсек бір-бірімізге бауыр басып қаламыз, білесіздер. Бауыр баспай тұрғанда шегірей, Құда қаласа биде, күйде, жырдалда бола жатар. Бүгінгі міне 2 жастың бақытын тілеп келген. Мына құдағи құдашыларда, құдалар қауым, үрметпен, құрметпен, алтын бастаран, ақ дастарханның төрінен көрейік. Келіңіздер ағайындар қауыма, барлығымыз келіп ішке кіріп, жақсылап құдаларды ішке отырғызып, пата сұрап ақ дастарханға. Қалайсыздар, жақсы келдіңіздер, мат болғаннан соң шаршамай. Әбеге бір келсін ба? Келсін. Денсаулық, аманшылығын жылап береке беріп, Құда қаласа 2 жас өніп өсіп, бақытты болсын. Қалай, аттылы амалайсың? Шайдан келді. Қалай келді? Шайдан келеді. Сен тұрады, бір үйттің сөзі, сен келесің ғой. Айтқын дейін, бар болсын. Шәкелеріне келемін. Жиналды ғой, жақсы барып қайтты. Аман есендер ма? Сәлем айтып жатыр құдағи. Рахмет көп айтып айтып. Иә. Бәріңізге. Жақсы барып есендер. Ал әбеге, мынау енді бәріміз мына үйрек ұшып, қаз болып, аққу ұшып, мәз болып жиналып жатқанымыз 2 жастың арқасы ғой. Біріміз ұл, бірімізді қыз болып, міне Алланың әмірімен, пайғамбардың үмметімен бүгін бір үлкен үй ішіне үй төгіліп, шаңырағымызға шаңырақ, әулетімізге әулет, сәулетімізге сәулет қосылып, арқа жарқа болып жатқан жағдайымыз бар. Ал енді мынау жүздің түрін білгенше бірінің атын біл деген қазақпыз. Әбеге, ал құда кел құдаға бір өзіміз жақ таныстырып берейік, адаммен. Біз үлкен әулетіміз, Мақтабектер әулеті, өсіп өңір үлкен епті текті әулет. Қазір жақсылап түсіндіріп айтады. Садыр атамыздан тараған қаншама ұл қыз дүниеге келіп, жан-жақ қармақтап, Қазақстанның түкпір-түкпірінде қызмет етіп, әрбір жерде өсіп-өніп отқан әулет бұл әулет. Сондықтан қазір біраз кейін келе жатыр. Жоқ, жақсы бар. Таныстырасың ба ағайындар? Мен Ал енді, бізде сізден бұрын 1 сағат болса, 2 сағат болса танысып қалдық құдалар. Өзіміз жоқ қалдық. Иә. Бізге қарағанда. Сондықтан жаңағы, мынау бүгін оншам ұяла қоймаймыз, бет қалыңдау. Ал мына бағана айтып отырмын ғой, мына құдалар бәрі мені өзінен тайды. Бір жерде жолдан қосылған мына құдашысыз қайсыз мына? Мына жақтан сіз Қазығұрттан ба? Осы кісіні танымаймыз, қалғандарын енді бәрін танысып келіп жатырмыз. Біз өзіміз жақ таныстырайық сіздерге. Ал енді жайғасып басын. Жайғасып басын. Өшіріп отырсыз. Мәшті өшірді ме? Ал өзіміз жағымыз салсызсыз сіздер енді мынау Қазығұрт бауы тауынан Қосмала тауының ортасында орналасқан өздеріңіз Қазығұрт айналып өттіңіздер. Мына жағымызда Қосмала екі таудың ортасындағы орналасқан үлкен Батыржайдақ еліне құда болып отырсыздар. Мына ауыл сол Батыржайдақ елінің ауылы. Батыржайдақ деген ол енді екеуі бір ру қыз алыспайды, ағайынды. Соны біз Батыр елінен тараймыз. Мақтабектер әулеті дейді, осы Батыржайдақты біз бәрі біледі, бүкіл Батыржайдақта. Міне соны сіздерге таныстырып өтейін. Бұл жерде енді жаңағы біздің үлкен ең бастысы біздің анамыз бар. Құдаларыңыздың анасы біздің анамыз. Ол кісінің денсаулығына байланысты келе ма, үлкен үйде өзінің қара шаңырағында. Онан кейін енді мына жерде біздің әпкелеріміз бар, қатысып отқан көбісі келе ма, жаңағы біреу Алматыда, біреу Шымкентте, біреу тағы осы жаққа станада дегендей. Мынау бүгін демалыс күні болмағандықтан. Ал енді өшелі барымен таныстырып өтейін. Үлкеніміз, мына кісі отыр. Қол көтеріп қойыңыз. Әбекең деген енді әкемізден кейін үлкеніміз. Отбасындағы үлкеніміз, әкемізден кейінгі ағамыз. Біз 5 ағайындымыз, бағана айттым өздеріңізге. Сол кісінің ең үлкен Әбекең Әбутәліп аты. Жеңгеміз Алматыда бір сапармен кетіп баған екен. Бұл жерде жоқ, өзі Әбекең. Одан кейін өз жағымыз таныстырамын. Одан кейін отырған мынау әкеміздің өзі жалғыз ұл. 7 атадан жалғыз қарындасы бар, содан сол кісінің баласы, қарындасының баласы бізге енді жиен ғой. Алмасбек деген жігіт, жиеніміз біздің. Одан кейін өзімізге қарасақ,
Кім? Нағашыларды. Жоқ, нағашыларды кім? Сені таныстырсын. Одан кейін анау отырған Гүлекең әпше. Гүлеке сіз көрмейді отырмын ғой. Иә. Оны Гүлшира деген әпкеміз осы әбекінен кейінгі мынау біз жақта Қызылбұлақ, тау жақта Қызылбұлақ елді мекені бар. Сол жерде тұрады. Әбекінен кейін Гүлшира деген әпкеміз қыздардың әпкеміз үлкен қыздардың. Одан кейін барып мынау отырған біз жақтан Нұрша деген қарындасымыз, бұл әбекенің тұңғыш қызы қарындасымыз. Нұрша құдашаларыңыз. Мына кісі Гүлшира құдашаларыңыз, үлкен әпкелеріміз біздің. Одан кейін міне бас құдаларыңыз, бауыздау құда дейді, омыртқа сол главный бас құдаларыңыз осы. Мәжит деген ініміз біздің. Зейнепкенің қайда? Болды ма? Ал, Мәжит тоқта, бер қара. Енді Зейнеп таныстыра берем әзір. Сен пока өзің таныстыршы. Мен атын атап түсіп ата бермеймін. Қан жетін таныстырсы? Кет тоқта. Құдағи таныстырайық, құдағи. Забира. Одан кейін мына бел құдағиларыңыз мына кісі Зейнеп бел құдағиларыңыз. Соны көйінді кім? Забира бергел. Біздің мұтәліп көн? Оны әбекінен кейінгі менімен екі ортада мұтәліп деген құдаларыңыз бар. Сол кісінің үйінде құдағиларыңыз Забира. Мына кісі. Ол кісі енді әскеп қалады. Шаруасымен кеткен шығар. Сүлген Ғабиткен жаңағы. Ғабит, Аңмарал қайда олардың бәрі өзі? Келгенде таныстыр. Ал, не ха? Мәжит өзің не көтерді? Жоқ, еркін таныстырады тағас. Еркін таныстыра бер. Сол жағын сіз жер жақтан біреу таныстырсын деп ойлайды, Гүлекең. Міне, біздің шаңырақта жаңа анамыз, әкеміз кеткенмен анамыз көздір, отыр, үлкен шаңырақта денсаулығына байланысты араларымызға қатысамады. Бірақ сол үйді кемпір шалды бағып дегенде кемпірдің жағдайын жасап, үлкен шаңырақты күзетіп отқан мына ініміз бен келініміз, ініміз Ғабит. Келінімізді жерде жүр, әзір танысасыздар. Ғабит деген ініміз қара шаңырақта, кішкенеміз ең. Ал енді кім? Мынау нағашы жағын таныстырыңдар өздерің енді. Ал енді біз жақтан біз құдағиларыңыздың нағашыларымыз, құдағиларыңыздың анасы, аты Рахия, мына жақ менің анам, аты Мұхаббат. Сосын жаңа құдағиларыңыздың ең үлкен ағасы мендегі жеңгеміз, аты Мара. Ол кісіне баласы Еркін, ініміз. Сосын кім бар? Құдағиларының ең үлкен әпшесі Мария. Оның үйіндегі Тұрмаса көрмей олар еді. Орынбай. Одан кейін екінші әпшесі Сария. Оның үйіндегісі Бертай. Тұрсайшы сәл? Афганец. Афганец деп отыр еді чалмын деп. Одан кейін Зейнеп құдағиларыңыз. Кім бар еді? Жазира кән? Біздің үйдің екінші қызы Жазира. Үшінші, мен санап тұрған жоқпын ғой, өзінен кейінгі деп отырмын да. Одан кейін Жамара жіншемнің үлкен қызы Индира, оның үйіндегі Жандар. Одан кейін ең кішкентай қызы Альмира. Оның үйіндегісі Тұрсайсы Қанат. Біз жақтан болды ма? Нағашылардан Еркінді айтып қойдым ғой. Ой, Еркінді бірінші айттым ғой қыздардан бұрын. Біз нағашыларымыз енді. Құдаларыңыздың қайын. Мені танисыңдар. Танымайтынды бар. Таниды екен ғой. Танымайтындар кейін өздеріне сұрлап сұра болады ма? Ағыңыз айтып қойсаңызшы? Гүлжахан. Біз танымаймыз мысалы. Орынбай көрдің бе танымайтын адам бар екенін? Танымаймын деді. Рахмет, бәрекелді. Міне екі жақты бір керемет әлемді таныстырып жатырмыз. Ал енді өз жақты бір аттың басын бұрып әлемді, жақсылап таныстырып алсақ деген. Кәттен бір жоқ, таныс болайық. Мынау есім алмақ болады. Жалғыз нағашым бар туған, Жанбай деген. Сол кісінің кіші баласы болады. Одан кейін отырған мен туған қарындасым Елмира есімі. Одан кейін отырған ағам келіншегі родной ағамның. Жеңгем. Жеңгем ғой. Құдағи. Құдағиларым. Құдағи, иә. Аты кім? Нұрайна. Олжас кімнің аты? Олжас. Олжас.
Бияқ олжас болады. Құдағи құдаша, ана нағашы құда өзі. Амна жел құда өзі. Белуда. Енді белудан несі. Ай, бәрекелді. Мынау әдемі кетті. Төртеу түгілі болса төбеде келеді дейді. Төртеу болды. Бір шам екі жақ таныстырып жатырмыз қадемелер. Сәл-сәл дәмге қараңыздар, нан тұраңыздар. Өзімізді бір таныстырып кетейік. Нерден үлкен ақылдарымыз асығы бар, онда сайқап тұрып кетпей жатып, менде бір тілек беріп алсам деген ниетім бар. Бүгін мені жаңа сөздің басында әдемі айтып кетті ағам. Осы үлкен бір өсіп-өнген ниетті текті әулет, осында Мәжит деген құдаларыңыздың мынау үлкен баласы бірінші келісіп жатыр, қуанып, үй ішіне үй түгіліп, шаңырағына шаңырақ қосылып, әулетін әулет, сәулетін сәулет қосылып, өзі бір толқып жүрген жағдайы бар. Оның бәрі басыңа түскенді білерсін дейді, сондықтан мына қыз ұзатпағандар қыз ұзатып, келін сүрмегендер келін сүріп, осындай қуаныш барыңызға жұғыс бола берсін дейміз. Жайлауы малсыз болмаған, ұрпағы қамсыз болмаған, дастарханы нансыз болмаған, той жасамаса көңілі толмаған. Жаны жомарт, кеудесі кең, арманы асқақ, қиялы шексіз, керегесі кең, терезесі тең. Шаңырағын шаттық, босағасын бақыт тілеген қазағымның қарғы қыздарының жолдары. Міне Мәжитте ағам мен Зейнепті жеңгем ел жейді шалықтасып. Қуанышқа келдік бірге қадам басып, сәлем сөздің бастауы балбұлаға алдының алайын амандасып. Қазыналы, қариялы қарлышындар. Ақылың айтатын алғысын бар, немеремен шөберін ермек қылған аталарым, апаларым бармысындар. О, құдалар, биік болсын талғымдарың, орындалсын мүтқиял армандарың, шыңға біткен шынардай шабыстанып, құтты болсын төрден орын алғандарың. Елімнің тарасы бар, данасы бар, жиенге қамқор болар санасы бар, құдалармен өзенге түйістірген қалың қалай артуға алды нағашылар. Әпке жезде аға жеңге бөлілерім, сендерге де жер шумағын себеледім. Көрші қолан жиендер қауымдастар, қуаныштан көкке жүрсін төбелерің. Ән қосайын ағайын әніңізге, сән қосайын ағайын сәніңізге. Ендеше той түзгінің қолғалайын, жалынды сәлем беріп бәріңізге рәт қарайын. Амен мынау ел ағасыз болмайды, тол жағасыз болмайды десек, осында мені үлкен әулеттің тірегі жүрегі деп, мынау Әбтәліп ағамыз әдемілеп тойды бет пердесін ашуға бір ақ тілек ниетін айтып берсе деген жағдайымыз бар әбеге. Біз бастаймыз ба? Бастайсыз. Құрметті құдалар, құдашалар, келген аяқтарыңыз құтты болсын. Жаңа айтып жатыр ғой, асабада. Әулетімізге мені құда қаласа, адам қосылып, үй тігіліп жатыр. Қуаныштымыз әулетімізден. Құда қаласа мына екі жас бақытты болсын. Өсіп-өніп өздеріне көбейіп, сіздермен құда қаласа мың жылдықтар болып араласа берейік. Барыс келсін, желей берсін. Мәжитмен Зейнептердің дастарханы кең болып, құда қаласа әрдайым осылай тойға қуанышқа жайылсын. Той қыласын құда қаласа. Осылардың тек қуаныштарында басымыз қосылсын. Дәммен алып отырыңыздар. Ай, бәрекелді. Мынау екі үлкен төрде отқан апамды қосып берек әдемелер. Апаларымызда. Нағашы апалар. Жақсы болсын нағашың алтынын жара тағасында. Апаларымызды тілек айтсын. Құдалар, құдағилар, құдашалар. Сендердің елдеріңді де мен білемін бәрін. Сендердің үйлеріңнен дәм тұз тапқан уағында. Мынау ауыздарыңда жүрегі көрінетін жандарсыңдар, мені жақсы жерде құда болып отырсыңдар, құда қаласа мінекей. Бұл кісілерде сондай өскен өнген жүректер, аузын ашса жүректері көніп тұрған жандармен байқайсыздар ғой, құда болып отырсыздар. Міне нәсіп болып, кім ойлаған енді сендермен кездесеміз деп. Міне тұз нәсіп екен айналайын. Екі жастың арқасында мінекей сендермен неше жыл дегендер міне дәм тұздас болып отырмыз айналайын. Мынау екі жасымыз бақытты болсын, үбірлі шүбірлі болып өсіп өнсін, не тілесе тілек мақсаттары орындалып, аңсаған армандарына жете берсін, шаңғарақтары бек болып, босағалары берік болып, отандары тола ұл мен қыз тола берсін, солардың рахатын өздері көре берсін, біз қызықтарына келіп жүре берейік. Мынау сендер де отандарыңда әрдайым жақсылық болсын. Мынау өтіп кеткен 8 мартымызына кеватқан Наурыз мейрамымыз құтты мейрам болсын. Балықтардың отбастарына жақсылық, табыс, береке келе берсін айналайын. Балықтардың не тілесіңдер, тілек мақсаттарыңа жетіп, бала шағалардың рахатын көріңдер. Мынау қайын сіңлім мен күйеу балам
осы келіндері мен балдарының, қыздарының алды қабы енді ашылды ғой. Осылардың рахатын көрсін. Аңсаған армандарына жетсін. Осы келіні қызындай болып, өзінің ойыннан шыға берсін. Ояқта сендер аман болыңдар, бұл жақта біздер аман болайық. Әрдайым осындай ағдастарған басында жүздесе берейік. Той тойға ұласын. Құда қаласа тойдан Құдай кенде қылмасын. Той болсын. Бәріміз тойда жүздесе берейік. Алдарыңа қойғаның бәрін ішіп жеңдер. Сендер үшін жайлы болсын. Сендер үшін дастарханды жайып, ішіп жеңдер. Не дейді? Досыңның асын дұшпаныңда іштеген болдар. Алып ішіп жеңдер. Бақытты болсын. Мара құдағи. Қанамдарыңыз құтты болсын. Осы менің қайынсіңліммен күйеу баламның бірінші көріп отқан қызықтары ғой. Осы өтек жақсылыққа тойға келіңдер, қыздарыңыз біздің жаққа жақсы келіп болсын. Біздің балдарымыз сіздерге жақсы күйеу болсын. Жақсылықта денсаулық мықты болсын, кездесіп жүре берейік. Сол үшін ат болыңыз. Бәрекелді. Ал дәмге қарасаңыз, дәмге қараңыздар. Ұялмаңыз, бір азаннан да ішіп жеп бар. Ал енді бізге ұлсақ, енді жастар ішіп, жеп, ойнап, күліп отырыңдар. Тұрайыр енді. Қысты қойған. Бәріміз жеді. Болды, осы сөзге болайын әкелмешті. Жоқ, жауап айтып Қамада кет қамасын. Бірау сөйлеп жүрейін. Маған айтып қойдым оны, айтып еді. Сіз, мен, екеуміз құда болды. Енді барады ол кісілер жібереміз, бірақ басқарына қоймаңыз деп мен уәде бердім. Қоймаймыз ғой, шайнекке қоямыз ғой шайнек. Құдағиыңа гүл жақан қоймай қойды. Білмеймін ғой, құдағиға уәде бердім. Алада жүрміз. Уәдеңізден қаймаңыз. Алада жүрміз. Байқамай жаттыңыз. Алада жүрміз. Енді он жемші ұрасы болсам, яға шығар, оқызам мен. Жоқ, қоймай қойым. Солай келістім екен. Білмеймін, құдағи айтады, бірінші мәрте құдағи көп келіп жатқаннан бұл қалай болды, түсінбей отырып бас қояды жаңа. Бар болса әкелмешті. Өздерін жалда ала жатыр. Кемзе бар. Әнесті. Әбеге. Билкен бар ма? Не дейді? Түсінбей қалдым. Негізі, неменің өзінде айтты, дұрыс айтасыз. Күнде сәл-сәл анау пияз жеңдер, шишнок жеңдер, 100 грамм шишнок айтты деп жазған. Оларда сізге шынақ қазақ емес. маған емес ол. Тамақты ішін деп айтты. Жалпы сіздерге айтып алдым енді. Көпшілік орында деп жатыр. Жалпы әркім өзіне ыңғайлы қарап бір алатын болды. Осындай әңгімелер сұрайтып жатқаны. Онда мынау үлкен дәмге жатқан екен. Сонсыз қызық болмайды ғой негізі. Дәмнің алдында. Негізі онсыз қызық болмайды. Сөзде сөйлемей қояды ешкім. Тымпиып анау. Жоқ, осыдан сөйлей береміз. Сондай болады. Бұл жерде көрсек қой. Құдайға бір тілек айтпасаң, шәріміз өзіңіз енді үлкен өзіңіз ғой. Үлкен тамақ дәмге бақшан екенбіз. Ардыш официально жатып болдың ғой. Басқыда оқиын білдім. Бүгінгі жиналып отырған себебі мынау жастардың, біздің қызығыңыз, сіздердің ұлдарыңыз соларға себепші болған. Бар болса, Алланың қалауы, пайғамбардың сүннаты бойынша келіп жатқан некелер ұзағынан болсын. Сол кішкентай болмайды, әрдайым жақсылыққа, қуанышқа, сіз болып, біз болып, құдалар араласып, жақсылыққа, қуанышқа жиналып, бас қоса берейік. Жастар бақытты болсын. Иншалла. Айтады ғой, отты үрлей берсең өшіресің, көшін үрлей берсең көшіресің дейді.
Kızımız Allah'a şükür özümüzce жақсы мінсіз адам болмайды. Енді ары қарай алып кету өздеріңіздің қолдарыңызда. Ең бастысы жақсы деп білсең, соған сенсең дейді. Адамдық пендеміз, кемшілік болады бәрі. Алла қаласа артынан жаман сөз жеткізбей, сіздердің қолдарыңызда біздің құшқан құшымыз сіздерге болмады. Артынан жаман сөз жеткізбей, Алла қаласа біздің қызымыз сіздерге жақсы қыз келін бола берсін. Оларыңыз бізге енді күйеу ұл болмайды дейді ғой, күлтөбе қыр болмайды дейді. Енді сонда мақсат ұл болу емес, ең бастысы өзінің ер азамат ретінде парызын жақсы орында сыйластық болса, бізге артық нәрсенің қажеті жоқ. Айтады ғой, енді қанша дегенмен бір шелек суын төгілсе де ішің жылап қалады. Мен өзім родной қарындасым болып келеді, туған ең кішкентайымыз. Енді қанша дегенмен бәріміз айтып отырмын ғой, үмітсіз шайтан дейді, періште көкте ғана демекші. Біз де жақсылықтан үміттіміз. Алла қаласа өздеріңізді көргеннен кейін жүздерің жылы болғаннан кейін қуанып отырмын. Субхан Аллах тағала айтады екен, 100 жылын жанына жақындатты деп. Алла қаласа сол қуанышымыз ұзағынан сүйіп берсін. Және ақ қойыңыздар Алла. Ай, мынау сіздің бірау сөзіңізге сәл бас иіп мен мына кісілерге андай-мындай құртыңдар деп бұйырып берген еді. Ақырында қап қойыңыздар деген сөзіңізге бәрі елене тақапты. Бұрынғының ұранынан Алла көкбар қазіргі ұранын алып қояйық деп жаман еріп қалғанымыз ғой негізші. Жоқ, мен суларыңызды ақ қойыңыздар дедім. Дұрыс, ақ қойыңыздар. Судан аңыздар, шайдан аңыздар. Дұрыс, дәмден аңыздар, рахмет. Жаңа айттық қой сұрағаны айып жоқты, бір ауыз сұрадық. Өтімдік реті келіп жатса сыртта биде, ондан там айналасында болуы мүмкін. Өзімізде де ондай өмір болған, жас кезде де қалай. Енді мынау үлкен жаңа қоларыңызда. Сыртқа? Мен сояқтан бәрін ұшырып алдым ғой. Патшаның қаһарынан, шайтанның шаһарынан сақтап алдым. Онысты мен де жаңа құдайдың әлхамдулилля деп сөз бастағаннан кейін қой біреу күнәсіне батпайық дедім. Араға дей салдым жаңа. Сома дедім, сол жаңа айттық қой жаңа. Мынандай болады енді деп оншамызда. Реті келсе болмаса болмайды бар шеге. Ал енді мынау тілек дейді жыр дейді. Тілектің отын үрлейді сұнғанын ұшынба. Думан тойдан қысылма десек, сөз бесі көздеріңіз ақтарылып, шамшырақтай жағылып, бір Аллаға табынып, мәйішке құдаларыңыздың ағдастарғанын төрінен өздеріне сияқты қылау түсірген мың жылдық құда-құдағилардың қасынан табылып деп әлемеді. Ақ тілекті бір әрмен қарай жалға болсақ деген жағдайымыз бар. Жас болса да бас болып бүгін мені Олжас бірге шыққан құтты болсын дейміз Олжасқа да. Олдың жолы жол дейді. Ретімен, жөнімен Олжасқа бір қошемет тұрып қойыңыздар ақ тілек айтыстан. Егеміздің қарындасым деген кеуға жолым. Шаңырақтар биік болсын, іші толған бала болсын. Деймін, бақыт деймін екеуің, бақыт болсын. Сіздерге де бақыт, денсаулық деймін, сол үшін алып қойыңыздар. Қарындасым қарлы қашын, келген жерде бағың ашсын деп жатыр. Рахмет. Сен ішінде шығасың? Жақсы айларын Ал, дәмге қарасаңыздар, дәмге қарасаңыздар. Тұрып отырайық, өзім жақтың көйлігім. Мариганы? Ол кісі бағын сөйлеп қойды ғой. Онда сәли сөйлейміз бе? Мара сөйлейміз. Мари шақырыңдар, қойыңдар, бәлі болады. Тырышық керек десеңші. Құдаларыңызда өзі бір шама ән шығаратыны бар. Жас кезінде кәсір басылып қалды жемдағаны кейін. Өлең бәрі махаббаттар болып тұр. Бұрынна ауылым, ел, табиғатты айтып, тек махаббаттар олайды. Махаббаттар. Ән айтатыны бар. Өзі қазақ халқы өнерлі халық қой. Сол мәкеңдегі бар қасиетін сіздердің күйеу болғаныңызда бар. Естіп жатқан шығарсыздар. Жас болса да бас болып біздің ізіміз қуып жатқан біздің шәкірттеріміз, бәшкаларымыз ғой. Қуанамыз, қалада
өзіне лайықты орны бар. Музыкант, әнші, сазгер жан-жаққа етіп қолдан келген қызметі бар, тамаға. Енді өсіп келіп жас өнерпаз жігіт. Құда қаласа көркі бар деп қыз алма егі жоқтан, есімді басын құрбылар тегі жоқтан, тектіден тек тумай ма, тектің жолын қылмай ма дейді. Текті жерден қыз алып, текті жерге қыз берді деп, бұл қазақтың тектілігі жоғалмасын деп ендеше бізде қуанып жатқан жағдайымыз бар. Жаңа келді ма Мәкең осы ма? Бәрекелді. Мынау Мәкеңнің алдын кеспеймін, кессем өспеймін деп жатыр мына кісілер. Сонымен арнайы сізді алдырып сөйлемей жатыр. Қорқамыз, бізде үлкендер бар. Ал, әдематтылық өзіңіз ендеше. Мария ма бұл кісінің есімі? Иә, Мария. Мария Магдалена деп қоямын. Жас болсаңдар да жолдарың үлкен ғой. Төрге шыққандарың құтты болсын. Құдай ұзағынан сүйіндірсін. Осы екі жастың қызығын көріңдер. Біздер болып, сіздер болып осы кең дастарханда жүре берейік. Зейнеп, Мәжит, мына қуаныштарың ұзағынан сүйіндірсін. Мына қоржындарың бас ашылды ғой. Енді ары қарай тек жақсылыққа шапқылай беріңдер. Жастар бақытты болсын. Біздер соның куәсі болайық. Мына кеше өткен барлықтарыңа мына 8 март қыз келіншектер құтты болсын. Кеп атқан наурыз еркектер, әйелдер қауымы құтты болсын. Мына март айы жақсы ай ғой. Қуаныштан қуанышқа жете берейік. Барлықтарыңа бақыт тілеймін, денсаулық тілеймін. Қазақта жақсы сөз бар ғой. Құдаң құрдасыңдай болсын, құдағың сырласыңдай болсын деген. Сендерге сондай татулықты тілеймін. Мына құдалардың жүзінен көріп отырмыз. Жақсы адамдар екені. Жақсының жақсылығын айт нұр тасысын дейді ғой. Бір көргеннен адам белгілі ғой. Сіз біздесіп жақсы дастарханда кездесе берейік. Барлықтарыңызға соны тілеймін. Сол үшін алып қойыңыздар. Бәрекелді. Алып қойыңдар. Өзім шөйіне дейді алыңдар деп айтады. Әзір соған үйлеріндігі өзімізде. Былтыр дастарханға жаңа жылға өмір ара қалатын былтырда биылда қоймадық. Бәрібір ана бір бөле жетіспей тұрған сияқты. Сіз мені оң дұрыс деген әпші. Мен осы жаңа жылда атты сасақ па деп жүрмін соған. Жоқ, қоймадық. Жоқ, қоймадық. Жаңа суға балта тастап келесің ба? Суға балта тастап келесің ба? Жаңа жылда осы атты сасақ па деп ойлап жүрмін. Түк қажет жоқ нәрсе ғой, тал болсын. Жүрегің жарып кетейін деп жатыр ма? Лимон. Елден бұрын тоямыз. Жұрттар егіп атқан кезде біз қарамаймыз. Бізге сіздер жылы теплица бар ғой. Бізге жағдай жасап отыр. Жолгөн, нағаш жолгөн. Жиналыстан кейін көкем орнына көкем ғой. Дұрыс, молодец. Қайнағам дегенім ғой. Қайнатам деп жіберіңіз керек десе. айттық қой жаңа. Әрі қайнатаң, әрі қайнаған. Жол үлкен оның жазық ішінде. Бар өнерің төк шебеден ай. Ал, бар өнерің төк. Ал, не дейміз? Балар, қызылар келгендеріңізге. Жездем әпшем қуаныштарыңыз құтты болсын. Құдай қаласа құдамың жылдық, 200 жылдық бола берсін сіздерге. Сіз біздің жоғалмасын. Әрқашан кең дастарханда ойнап күліп жүре берейік. Тойларда, үлкен тойларда жолға берейік. Барлықтарыңызға бақыт тілеймін. Сіз біздесіп ойнап күліп жүре берейік. Құдай қаласа келесі жыл 5 тойда жолға берейік. Сол үшін алып қойыңыздар. Ай, бәрекелді. Ал, орайын. Орайын сөйлеңіз енді. Күйеу деп қойшы. Күйеу деп айтайын ба? Бүгін күйеу. Жасап кетсіз ғой, Жасартатын бір жол дәрісі бар деп қойсаңшы. Не дейміз мынау? Ет шығынай бөліміз бұл. Ал не дейміз мынау? Ал біз бажа, мынау қуаныштарың құтты болсын. Мына екі жас бақытты болсын. Мынау
сіздердің құдалықтарыңыз құтты болсын, Құда қаласа. Мына екі жас бақытты болсын. Сол екеуі Құда қаласа осы яқпен көпір болып жүре берсін. Сол екеуі бақытты болса, бәріміз бақыттымыз. Ойнап күліп жүреді. Сол үшін алып тастаңыздар. Амайсыздармы сіздер? Дауыста дайын ба? Bir su içіңіздер, bir шай ішіңіздер, дәмге қараңыздар кішкентай. Иә, сәл. Шипжеп отырмыз. Жақсы негізі. Шипжеп отырмыз. Жақсы. 16 қыз айтса. Мен домбыра тартсам, айтсайшы, болайсы. Қойшы да әлсіне білмей. Ой, шалдыңыз ғой жаңа білетін. Ой, айтады ғой, қош айта берсең, мәлиді алып берсең деп отыр ғой. Жасабатын ғой, айтты. Шаған өтіп айту. Қаш еркен сен бе менің ұнатқаның, ендеше жетер мені жылатқаның. 9-ға 15-ін қалған кезде махаббат деп сағат соқты. Қайнағандығын айтып қой, не? Өзіңдігін айтып, қайнағандығы ол. Еркін айтып. Еркін ол менікі десейші. Жоқ. Бағана сыртқа жақсылы бір кеп қой көрген ғой, сонда бөлені өзі қайтарады ғой. Жоқ, мен олда ішпеймін ғой. Жоқ, бұл өзі әдет бар сонда, айтып, біраз салынып барып айтады. Ой, айналайын. Көпшікті қалынмайды қойып атыр. Көңілін тапсаң билеп тұрып айтады. Жоқ, онда әдет жоқ. Сол, болмай атыр. Сен білгенді айтамын. Жоқ, қасына барасында бұл. Қосылып отырам сен. Өзіңіз дауысыз тұрлық болсын. Қызыма. Өзіңмен арыстан, бойында таныстым, жайнаған гүлдей құрбым сен, жағада тұрдың сен. Жаз еді болы күндей, қайдасың болы күндей, сен іздеп арманым, сыр бойын шараладым. Сен іздеп арманым, сыр бойын шараладым. Кетеме осылай, әніміз қосылмай, аяулы таным сен едің, көрсем деп келемін. Жаз еді болы күндей, қайдасың болы күндей, сен іздеп арманым, сыр бойын шараладым. Сен іздеп арманым, сыр бойын шараладым. Алдымнан бір бақыт, тұрғандай тілі қатып, толқынға қарап ойлана, әндеттім жай ғана. Жаз еді бұл күнде, қайдасың бұл күнде, сен іздеп арманым, сыр бойын шараладым. Сен іздеп арманым, сыр бойын шараладым. Өзіңмен арыстым, бойында бір шалмен таныстым. Қызыңды маған берші деп жатағап жабыстым. Өмірдегі шөгім, арада шәмші жоқ, қазақтың әлі көп, айта алмай келемін деген да осындай. Үстіп жайлап айта береді да өлең. Қайыр келдің, жалғастыра бер. Міне біздің әшекең ортаға келген ержетке бар. Бүгін бірінші мәрте бір тамаша барып қайттым деп хабарлар келіп жетіп жатыр. Бұны қуанып жатыр болды бұл кісі де.
жаңағы тек осы қаяқта болса да жаңағы тек баратын жерім хабаршы наймандарда осы 4-ші екен. Өз 4 хабаршы бар, хабаршы барын. 4-еуі де наймандар. Біреуі сонау жаңа Қорғанда, біреуі жаңа Сунақ Қорғанда, біреуі Түркістанда, біреуі сіздер болдыңыздар. Ең жақын сіздер болдыңыздар ғой. 4-ші. Соған жаңа оптың көптен мені жіберді ғой сол. Сіздерге. Ал жалғастыра бер. Алғыс шай. Ай, бәрекелді. Міне керемет тілек ниеттер болып жатыр. Міне Алланың есі 40 жауап болса бір күн ашық болады деген. Сол бүгінгі күні ашық болып осында айтылған әрбір ақ тілектің бәрі мына Құдай қосқан екі жастың басына бақыт құсы болып қонсын деп тілейді. Осында айтылған әрбір ақ тілектің бәрі міне Құдай қосқан құдалардың шаңырағының босағасында қалсын деп тілейді. Міне Құда қаласа биыл өзі бір 20-20 керемет жақсы жыл болсын деп тілейді. Міне жылдың басы қазақтың Наурыз, міне жылдың басы Наурыз айы ғой. Сондай бір жылдың басында міне Мәкеңнің шаңырағында үлкен келін түсіп бір қуанып жатқан жағдайы бар. Міне үй ішіне үй төгіліп, шаңырағымызға шаңырақ қосылып, әулетімізге әулет, сәулетімізге сәулет, дәулетімізге дәулет қосылып жатқан жағдайы бар. Міне дастархан жақсылыққа жайылып, әрбір келген қонақ 10 несібемен келеді дейді. Соның бір несібесін ішімізек берсе, мен 9 сауабын тастап келеді деген. Сондықтан осында айтылған қаншама ақ тілектер мынау жастарға бақ тілек болсын деп тілейміз. Құда қаласа осы шаңыраққа міне биыл тойға келіп жатсаңыздар, жаңа өздеріңіз айтпақшы келесі жылы 5 тойға келіңіздер. Әрмен қарай сол оның алдында үлкен тойлар бар. Сол тек қана тойға келіңіздер. Мына 40-тың бірі қадар мыңның бір уәл деген адамның сөзі Алланың сөзі дейді. Қолдан келсе жақсы әңгіме айтайық. Періште аумен десе Құда қаласа бар нәрсе орындалмайды. Тілеген ниет жоқ, бар нәрсе орындалады. Шын тілеген ниетпен тілеген нәрсе бәрі қабыл болады деген. Ал мынау Әбдіғаппар деген ағамыз осы жерде әрі ағайын, әрі көрші осы жақын жерден Мәкең ортамызға келіп жатыр. Енді біраз сақтаға дегендей. Альмира, жастыққа жастыққа жұмыс болды. Жастық.